Американский детский нишада 18 миллион 400 мың просмотрға YouTube қанша теңге төледі екен? Ал кеттік қараймыз достар. 9 миллион 219 мың теңге. Ал енді сендерге қызықты шығар, бұл қандай ниша? Иә достар, американский детский ниша. И бұл ниша жай ғана телефонмен жасалатын ойын. Даже просто запись экраны қосасыңдар да ойын ойнайсыңдар. И бұл жерде даже сөйлеп те керек жоқ. Иә достар, міне қазір сондай заман, қазір просто ойын ойнап отырып, просмотр жинап, сендер ютубтан ақша таба аласыңдар. Самый главный ол ойынды өздерің ойнасаңдар болды, авторский болу керек. Ал енді қараңдар, бұл табыс менің бір шәкіртімнің табысы. И бұл табысты кезінде тапқан, но қазір осы ойын қайтадан актуальный болып жатыр. Сондықтан осы ойынды ойнап, сендер де қазір табысқа шыға аласыңдар. Енді қараңдар, мен сендерге қазір подням осы нишадан менің шәкіртім қанша теңге тапқанын сендерге көрсететін боламын. Расчетный доход дегенге басамыз, и міне доходты көреміз. Қараңдар, мына жерде монетизация қосылған, міне күніне осынша табыстар түсіп отқан. Қараңдар, мына жерде сендерге пикті көрсетем, 500 мың теңге жай ғана телефонмен ойын ойнап отырып. Қараңдар, настолько көп табыс тапқан, бір күнде 931 мың, миллион 300 мың, 372 мың, в общем, міне 2,5 айда, 3 айда 9 миллион 200 мың теңге табыс. Бұл қандай ниша екен білгілерің келсе, мен сендерге уже мини курс дайындап қойдым. Сол мини курста осы ниша болады. Осы нишаны үйреніп, сендерде монетизациядан осылай табыс таба аласыңдар. Бұл мини курстың бағасы 24 айға қазір Каспий рассрочкамен 24 айға алсаңдар, небәрі 2 чашка кофенің бағасы ғана шығады. 3959 теңге ай сайын. Ал мини курстың общий бағасы 95 мың теңге. Сондықтан қазір кімде-кім үйренгісі келеді, маған инстаграмға жазыңдар и және де осы мини курсты менен сатып алыңдар.